Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 72-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Апатты табиғи құбылыстар, ілік септік. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырамын. Ілік септіктің жалғауларын білемін. 36-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Сел өте қатты нөсерлі жаңбырдың соңын ала немесе өзен бастауына ұштаса, таяу жатқан мұздықтардың күн ысығандағы шұғыл еруінен кейде жасанды бөген суының жағаны жарып бұзуынан пайда болады. Таудан құлаған лайлы тасқынның жылдамдығы секундына шамамен 5-10 метрге дейін жетеді. Екпіндей аққан сел тасқыны салмағы бірнеше тонналық тастарды домалатумен бірге діңіне адам құшағы жетпейтін биік ағаштарды тамырымен қоса жұлып әкетеді. Сел тасқыны тау бөктерлеріне таяу орналасқан елді мекендер үшін өте қауіпті. Сел апатынан қорғану үшін қауіпті жерлерге арна, көпір, су бөгендері салынып, тау беткейлеріне қар ұстайтын ағаштар отырғызылады. Алматыда арнайы сел тасқынын бақылау станциясы жұмыс істейді. Оның бақылау пункттері селдің жүру ықтималдылығы мен су тасқыны жөнінде Алматы мен оның төңірегіндегі елді мекендерге хабар беріп отырады. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Сел неден пайда болады? Қатты нөсерлі жауыннан кейін өзен бастауына жақын жатқан мұздықтардың еруінен пайда болады. Таудан құлаған тасқынның жылдамдығы шамамен қаншаны құрайды? Шамамен секундына 5-10 метрді құрайды. Сел болған кезде сол жерде орналасқан елді мекендерге қандай әсер болады? Елді мекендерге қауіп төнеді. Сел апатынан қорғану үшін не істеу керек? Арна, көпір, бөгендер салу, тау бөктеріне ағаштар отырғызуды қажет етеді. Сел апаты жағдайында шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Сел апатынан қорғану үшін қандай шаралар жасау керек? Арна, көпір, бөгендер салу, ағаш отырғызу керек. Қай уақытта сел қаупі күшейеді? Қатты нөсерлі жауын кезінде. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Бұл сөздердегі қосымша қай септіктің жалғауы? Мұздықтардың, тасқынның, селдің, ненің деген сұраққа жауап береді. Ілік септігінде тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүше қызметін атқарып тұр. Ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігі атау септіктегі сөзге ның-ның, дын-дын, тын-тын жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септік жалғаулары деп атайды. 37-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Теңіздің суы ащы, селдің қаупі жөнінде хабар беретін жүйелер жасалды. Көмекке ауылдың адамдары келді. Күннің ыстығынан қатты шөлдедім. Ілік септігіндегі сөздерді тап, олардың сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Теңіздің, селдің, ауылдың, күннің сөздері ілік септігінде тұр. Тұрлаусыз мүшенің қызметін атқарады. 38-ші жаттығу. Берілген сөздер ілік септігінде тұратындай етіп, үш сөйлем құрап жаз. Жаңбыр, сел, тасқын сөздері берілген. Сызбаны пайдаланып, пікірінді дәлелдей білуге үйрен. Бұл ілік септігіндегі сөз, өйткені ол кімнің, ненің сұрағына жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. Жаңбырдың өсімдіктер үшін пайдасы көп. Селдің әсеріне үлкен ағаштар тамырымен жұлынып жатады. Тасқынның салдарынан алдын ала қорғау жұмыстарын жүргізу қажет. 39-ші жаттығу. Сөздерге жалғауларды қосу арқылы ілік септігіндегі сөз жаса. Емен, сауысқан, құндыз, шебер, ат, сүт сөздері берілген. Еменнің, сауысқанның, құндыздың, шебердің, аттың, сүттің. Жалғаулардың сөздерге әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Ілік септіктегі сөздерді өзі байланысатын сөзбен тіркестіріп жаз. Еменнің тамыры, сауысқанның қанаты, құндыздың терісі, шебердің қолы, аттың тағасы, сүттің беті деген сөз тіркестерін жасап шығаруға болады. 40-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Аспаннан жүзі жарқ етті, ақ найза жерге сарт етті. Бұл жұмбақтың жауабы найзағай. Ілік септіктегі сөзді тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын көрсет. Аспанның сөзі ілік септігінде тұр. Жүзі сөзімен байланысып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабағымыз пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.